Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Су тіршілік көзі болғанымен әрі тілсіз жау екенін барлығымыз білеміз. Осыны біле тұра кей адамдар демалу барысында келеңсіз жағдайларға тап болып жатады. Оқыс оқиғалар адамдардың салғырттығынан, тыйым салынған қауіпті аймақтарда шомылудан, демалушылардың ішімдік ішіп суға түсуі және ата-ананың балаларынан қараусыз қалдыруының әсерінен туындап жатады. Жас балалардың суға шомыла білмеуі, адамдардың суда қауіпсіздік ережелерін сақтамауы, орны толмас қайғы мен өкінішке айналып жатады. Сондықтан осындай келеңсіз оқиғаларды болдырмау үшін келесі ережелерді орындаған жөн. Суда шомылудың қауіпсіздік шаралары. Көлдерде, тоғандарда, тоқтау сулар мен шалшық суларда шомылудың қауіптері және сол суларда кездесетін ауру түрлері. Осы және өзге де қызықты сұрақтардың жауабын видео барысында білетін боласыздар. Ең алдымен суда шомылудың қауіпсіздік шаралары туралы айта кетейін. Суға шомылатын жерді, жалпы жағдайды, судың тазалығын, тереңдігін мұқият тексеріп алыңыз. Тамақ ішкеннен кейін бірден шомылмаңыз. Суға тек қана рұқсат етілген жерлер мен жағажайларда шомылыңыздар. Өте ұзақ шомылмаңыз, өзіңізді шаршауға және тоңып қалуға дейін жеткізбеңіз. Суға түскенде бір-біріңізді көзден таса қылмаңыз, қоршау белгілерінен тысқары аумаққа шықпаңыз. Техникалық ескерту белгілердің үстіне шығушы болмаңыздар. Өзендер мен көлдерде, тоғандар мен тоқтау сулар, шалшық суларда шомылудың қаупі мол. Себебі инфекциялық аурулардың қоздырғыштары ағын суда. Іш сүзегі 183 тәулік, дизентерия 12 мен 92 тәулік, оба ауруы 4 тәулік пен 92 тәулік, бруцеллез 4 тәулік пен 45 тәулікке дейін өмір сүреді. Бұл дегеніміз жоғарыда аталған аурулардың кез келгенін жұқтыру қаупі өте жоғары деңгейде. Аяқ-қол тырысуы, судорога болған кезде сіздің іс-әрекетіңіз. Суық суда шомылу аяқ-қол тырысып қалуына келіп соғады. Егер тырысу болғанда жүзуді тоқтатып, суға арқаңызбен шалқайып жатыңыз. Сабырлық сақтаңыз. Қолыңыздың саусақтары тырысып қалғанда жұдырықтарыңызды сүйіңіз. Қолыңызды бір жаққа қарай серпіп, лақтырып, жұдырығыңызды ашыңыз. Балтыр бұлшық еті тырысқанда бүгіліп, қолыңызбен аяғыңыздың басын қысып, бар күшіңізбен өзіңізге қарай тартыңыз. Немесе аяғыңызды судың астына созып, аяғыңыздың бармақтарын алға иіңіз. Содан соң балтырыңызды сылаңыз. Тырысу қойысымен тынығып алып, жүзудің басқа да әдісімен жағаға шығыңыз. Су иірімдерінен шығудың тәсілдері. Егер иірімге тап болсаңыз, кеудені кере дем алып, иірімнің астына сүңгіңіз. Судың астында иірімнен алысырақ кетуге тырысыңыз. Иірімнен алыстаған соң судың бетіне қарай шығып, жағаға қарай жүзіңіз. Суда қатты шаршаған кездегі іс-әрекет. Суда ұзақ шомылу шаршап шалдығуға келіп соғады. Егер суда шаршасаңыз немесе тоңсаңыз, тез арада жағаға қайтыңыз. Әлсін-әлсін шалқалап жатып дем алыңыз. Күшіңізді үнемдеңіз. Өзіңізді және уақытты бақылау үшін жаймен дауыстап санаңыз. Егер өз күшіңізбен жағаға жете алмайтыныңызды сезінсеңіз, шалқайып жатып, қолыңызды бұлғап көмекке шақырыңыз. Суық судың қауіптілігі. Суға түсіп кеткен адам 10-30 минутта көбіне суық өтіп қайтыс болады. 5-15 минут қимылсыздық суықтан талуға, шок дәрежесіне және өлімге әкеліп соғады. Суық судан шығарылып, аман қалғанның өзінде жиі есінен танады. Организмнің жалпы салқындауы қатты шаршағанда, ашыққанда, мас күйінде тезірек болады. Физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты әйелдер суық суға төзімдірек болады. Ерлер 4-5 минуттан соң ақ жүректері тоқтап қалуы мүмкін. Суық суда клиникалық өлім 30-60 минутта, жылы суда 5-6 минутқа созылады. Тұщы суға батқан адам 1-3 минут, ал теңіз суында 7-8 минутта қайтыс болады екен. Сондықтан суық суда әрбір секунд қымбат. Судағы қатерге ұшыраған адамға алғашқы көмек. Қатерге ұшыраған адамға көмек көрсеткенде мүмкіндігінше тездетіп, оттегі жетімсіздігін қолдан дем алдыру тәсілін қолдану арқылы жойыңыздар. Қатерге ұшыраған адамды судан алып шыққаннан кейін оның киімін беліне дейін шешіп, демалу жолдарын жоғарғы жағын және асқазанның судан босатуға кірісу керек. Қатерге ұшыраған адамның аузын азу тістерінің әр жағының саусақтарымен қармай, немесе қол орамалмен, не дәке оралған пышақ жүзімен, шай қасықтың сабымен немесе жалпақ темір затпен ашу керек. Ауыз ішін шырыш пен балдырдан тазалау керек.
Қатерге ұшыраған адамның жоғарғы тыныс жолдары мен асқазанның судан арылту үшін оның кеудесіне көмек көрсетушінің тізесінің бүгілген аяғының үстіне басып, төмендетіп салып, кеуде сүйегінің астыңғы бөлімдерін ырғақпен қысып баса беру керек. Ең жеңіл және тиімді тәсіл ауыздан ауызға немесе ауыздан мұрынға ауа үрлеу. Қатерге ұшыраған адамды бетін жоғарғы қаратып жатқызып, бір қолдың оның мойнының астына жіберіп, екінші қолмен маңдайын басып, басын мүмкіндігінше шалқайту керек. Бас бармақпен және сұқ саусақпен қатерге ұшырағанның мұрнын қатты қысып, демді ішке терең алып, оның аузына минутына 18-20 рет дем салу керек. Қатерге ұшыраушының жүрек соғысын ұдайы қадағалап отыру керек. Егер жүрек соғу тоқтап қалса, қолдан дем алдырумен қатар жүрекке тікелей емес массаж әдісін қолдану керек. Ол үшін қатерге ұшыраушының жүрек тұсына бір алақанды қойып, екіншісін айқастыра салу керек. Екі қолдың да саусақтары көтеріңкі болу қажет. Дене салмағын пайдалана төс сүйекті омыртқа жотасына қарай 4-5 см қысады. Жиілігі минутына 70-72 рет болу керек. Есте сақтаңыздар, судағы апаттан қорғанудың ең сенімді жолы суда шомылу ережелері мен қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау болып саналады. Жоғарыда айтылған кеңестер сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.